Бүгінгі видеода бас ауырғанда қандай дәрі ішуге болады, давление төмен дегенде жоғарылағанда қандай дәрілер ішеміз және қандай ем қолданамыз. Бәріне сәлем, құрметті алтын достарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп лайк басып каналдың дамуына үлес қосайық, және де достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер алдын ала рахмет. Бірінші, басыңыз неден ауырып тұрғанын анықтау қажет. Бірінші, давлениеңізді өлшейсіз. Егер көтеріліп тұрса, Норбак деген дәріні аласыз, немесе Индапамид деген дәріні ішуге болады. Егер төмен болып тұрса, давлениеңіз, онда цитрамон дәрісін ішесіз. Егер басыңызды дәрісіз емдегіңіз келсе, Алиэкспресстен мен күшті лейкопластыр көрдім. Құрамында шөптен жасалған. Тек қана оны басыңызға жабыстыру арқылы, басы ауырып тұрған жеріңізге самайға жабыстыру арқылы емдеп аласыз басыңызды. Мен өзім заказ берейін деп жатырмын. Сіздерге егер керек болса, сілтемесін описанияға қойып қоямын. Және бальзам түрі бар. Бальзам түрі ол жағатын, ауырып тұрған басыңызға жағасыз. Ол түрінде мен описанияға сілтемесін қоямын. Негізі басыңыз ауырмасын десеңіз, таңертеңгілік таңда жүгіріңіз. Бір 15 минут, 20 минут жүгіріп алыңыз. Қан айналым жақсарады және басыңыз ауырмайды. Сосын шашыңызды жиі тарап жүріңіз және массажный тарақпен тараңыз. Сол кезде сіздің басыңыз ауырмай жүреді. Видео пайдалы болды деп ойласаңыз, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видео тізе қақсағанда не істейміз, қандай ем бар, сол туралы шығарамын. Әрқашан күліп жүріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.